Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз математика, 2 сынып, 101 сабақ. Екі амалмен шығарылатын есептер. Сен екі амалмен орындалатын есептерді шығаруды жалғастырасың. Есепті шығар. Мектепте қазақтың салт дәстүрлері деп аталатын сайыс өтті. Оған әр сыныптан 4 баладан 8 сыныптың оқушылары қатысты. Бірінші сайыстан кейін 12 оқушы шығып қалды. Сайыстың келесі айналымына неше бала өтті? Шартын жазамыз есептің. Әр сыныптан 4 баладан қатысты 8 сынып, шығып қалды 12 оқушы. Өтті неше бала? Шешуі: 4-ті 8-ге көбейтеміз. Одан аламыз 12-ні. 32 болады, 32-ні 12-ні алсақ 20 болады. Жауабы: келесі айналымға 20 бала өтті. Келесі есебіміз екінші есеп. Есепті шығар. Айнұрдың 43 теңгесі бар еді. Ағасы оған тағы 57 теңге берді. Бұл ақшаға Айнұр 2 құрт сатып алды. Бір құрт неше теңге тұрады? Айнұрда бар 43 теңге, ағасы 57 теңге берді. Сатып алды 2 құрт. Бір құрт қанша теңге? Шешуі: 2 ақшаны қосып аламыз. Айнұр мен ағасының ақшасын 43-ке 57-ні қосамыз. Одан кейін 2-ге бөлеміз. 100 болады, 100-ді 2-ге бөлсек 50 болады. Жауабы: бір құрттың ақшасы 50 теңге тұрады екен. Сонымен келесі есебіміз үшінші есеп. 2 тәрілкеде 28 бауырсақ болды. Тәрелкелердің бірінен бірнеше бауырсақ алғаннан кейін 2 тәрелкеде 7 бауырсақтан қалды. Тәрелкелердің бірінен неше бауырсақ алынды? Мысалы, мына жерде бір тарелка, 2 тарелка деп балар. Бір тарелкада 7 бауырсақ, екінші тарелкада 7 бауырсақ алды. Неше бауырсақ? Бірақ барлығын қосқан кезде 28 бауырсақ болған, е? Алды неше бауырсақ? Барлығы 28 болған. Қалды 7 бауырсақтан. Оны есептейміз. Шарты былай. Шешуі: 28-ден алу 7 көбейтілген 2. Өйткені 2 тәрілкеде болған. 7-ні 2 көбейтеміз. 14 болады. Барлық бауырсақтардан 14 алып тастаймыз. 28-ден 14 аламыз. 14 қалады. Жауабы: тәрелкелердің бірінен 14 бауырсақ алынды екен. Екінші тәрелкеден 14 бауырсақ алынған екен. Келесі есебіміз төртінші есеп. Мына өрнек бойынша есеп құрастыр және оны шығар дейді. Мысалы, кесіндіні алсақ, екі кесіндіні алсақ, 3 кесіндіні алайық. Бірінші кесінді 40 сантиметр деп аламыз. Мына өрнек 40 бар. Екінші кесіндіні қанша екен табу керек, және 5 есе кем дейді. Өйткені бөлу есе кем деген мағынаны білдіреді. 5 есе кем дейді, ал үшінші кесінді 20 сантиметрге кем дейді. Бұны табу керек. Енді шешуі: 40 бөлінген 5 қосу 20 тең 8 қосу 20 тең болады 28. Жауабы: үшінші кесіндінің ұзындығы 28 сантиметр екен балалар. Келесі есебіміз 5-ші есеп. Есепті шығар. Театрдың 2 кассасында концертке 800 билет болды. Бірінші кассадан 200 билет сатылғанда, онда 100 билет қалып қойды. Алғашында кассаларда неше билеттен болды дейді. 2 кассада 800 билет, сатылды 200 билет, қалды 100 билет. Әр кассада неше билеттен болған, соны табуымыз керек. Шешуі: бұны 2 жолмен шығарамыз. Бірінші және екінші кассадағын билеттерді табуымыз керек. Өйткені шешуінде 200-ді 100-ге қосамыз 300 болады. Бірінші кассада 300 билет, ал 800-ден 300-ді алсақ 500 болады. Екінші кассада 500 билет болған. Жауабы: бірінші кассада 300 билет, ал екінші кассада 500 билет болған екен. Келесі есебіміз 6-шы. Есепті шығар. Мектеп кітапханасында 12 қазақ батырлары
және 15 әлем ертегілері кітаптары болды. Кітапханашы осы кітаптарды 3 сыныпқа теңдей бөліп таратты. Әр сынып неше кітаптан алды? Қазақ батырлары 12 кітап, әлем ертегілері 15 кітап таратты 3 сыныпқа. Әр сынып неше кітаптан алды? Шешуі: 12-ні жақшаның ішінде 12-ні 15-ке қосып аламыз, одан кейін 3-ке бөлеміз. Өйткені тарқатты 3 сыныпқа. 27 болады, 27-ні 3-ке бөлсек 9 болады. Жауабы: әр сынып 9 кітап алды. Келесі есебіміз 7-ші есеп. Сызбалар бойынша амалдарды орында дейді. Неке балар, бізге сызба берілген. 32-ні 23-ке қосқан не шығады? Міне сұрақ белгісі 55. 55-тен 19-ды аламыз. 36. Мұнда 36 болады екен. Ал екінші есебінде 8 2-ке бөлсек 4 болады. 4-ті 27-ке қосамыз. 31 болатынында 31 болады. Ал мұнда астынан есептейміз. 7-ні 5-ке көбейтеміз. 35. 35-ті нешеге қоссақ 86 болады. 35-ті 51-ге қоссақ 86 деген жауап шығады екен балалар. Осылай есептерді сызбалар бойынша жазасыздар, амалдарды орындайсыздар. Келесі есебіміз 8-ші есеп. Теңдеулерді шеш. X табу үшін шақшаның ішін қосып аламыз. 38, x алу 38 тең 55, x тең 55 қосылған 38. X жауабы 93, 93-ті орнына қоямыз. Жауабы 55, 55 болып, екі жақта теңдеу теңеседі екен. Ал келесінде y табу үшін 17 қосылған y тең 47-тен 17-ні аламыз 30, y тең 30 алынған 17, y тең 13 болады. 17-тен 13-ке қоссақ 30, 47-тен 17-ні алсақ та 30 теңдеуіміз екі жақта теңесіп дұрыс шықты. Келесі есебіміз 9-ші есеп. Анам 4 литр қымыз, ал қымыздан 3 есе артық шұбат және шұбатқа қарағанда 6 есе кем сүт сатып алды. Анам неше литр сүт сатып алды? Қымыз 4 литр, шұбат белгісіз қанша екен, неше литр, бірақ қымыздан 3 есе артық. Ал сүт неше литр белгісіз, бірақ шұбатқа қарағанда 6 есе кем. Шешуі: 4-ті 3-ке көбейтеміз, жақшаның ішінде 12 болады, оны 6-ға бөлеміз. 12-ні 6-ға бөлсек 2 болады. Жауабы: анам 2 литр сүт сатып алды. Келесі соңғы есебіміз 10-ші есеп. Тиісті амалдар таңбасы мен сандарды тап дейді. Бұл жерде 8 шығу үшін тиісті амалдар орындаймыз. 6-ны 4-ке қоссақ 10 болады. 10-нан 2-ні алсақ 8 болады. Ал келесі есепте 18 бөлінген 2 деп алсақ болады. 9 болады. 9-ды 4-ке көбейтсек 36 болады. Мінекей балалар. Сонда амалдарымыз дұрыс теңесіп сандарымызға сәйкес келіп шығады екен. Туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас дейді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Мен келесі сабақтарымды жіберіп алмау үшін қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.